Бәріне сәлем. Асқабақ сабағы сусымалы өсімдік. Жемістері әдетте қызғылт сары, бірақ басқа түрлері де кездеседі. Ерлер мен әйелдер үшін асқабақтың пайдасы даусыз. Ал балалар бұл көкөністі тәтті дәмі үшін жақсы көреді. Кімдерге асқабақ жеуге болмайды? Ол туралы айтпас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды сұраймын. Алдын ала рахмет. Кейбір деректерге сәйкес, ол 5-8 мың жыл бұрын белсенді түрде өсірілді. Европада асқабақ оңтүстік Америкадан әкелінді және тез тамақ дайындауға және тіпті медицинада маңызды орын алды. Қазіргі әлемде бұл жай ғана дәмді көкөніс, бірақ асқабақтың бастапқы көзқарасы біршама басқаша болды. Ол дәрілік өнімдерді өндіруге арналған шикізат болып саналды. Ал асқабақтың зиянына тоқталайық. Тіпті пайдалы өнім де зиянды болуы мүмкін. Сондықтан ықтимал қарсы көрсеткіштерді ескеру керек. Асқабақтағы диетаға енгізуге кім сақ болу керек? Деді Александр Воинов, Wickham фитнес клубының желісінің диетологы және сауықтыру бойынша кеңесшісі. Шикі асқабақты асқазан ішек жолдарының қабыну аурулары бар адамдарға, сондай-ақ өт қабында және бүйректе тастары бар адамдарға қолдануға болмайды. Өйткені асқабақтың холеритикалық әсері болар және тастардың қозғалуын тудыруы мүмкін. Шикі көкөністі қорыту қиынырақ. Сондықтан өңделмеген асқабақты жас балалар мен қарт адамдарға бермеген дұрыс. Қант диабетімен ауыратындар да асқабақпен айналыспауы керек. Яғни көп тұтынбау керек. Өйткені бұл қандағы қант деңгейінің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Кейде бұл көкөністі жиі тұтыну, ісінуді және бос нәжістерді тудыруы мүмкін. Содан кейін порция мөлшерімен пайдалану жиілігін азайту керек. Асқабақты шамадан тыс тұтыну жалған каротинді сарғаюға әкелуі мүмкін. Көкөніс құрамындағы каротин терінің сарғаюына әкеледі. Кейде жеке төзімсіздік пен аллергия пайда болады. Бұл жағдайда өнімнен бас тартқан дұрыс. Сіз асқабақты қаншалықты жиі тұтынасыз? Комментарийға жаза кетіңіз. Таныстарыңыз бен туысқандарыңызға жіберіңіз. Арнаға жаңа келсеңіздер тіркелуді сұраймын. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі видеода жолыққанша. Сіздермен пайдалы бол каналы.